Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, жаңа оқу жылы құтты болсын. Мінекей алдымызда күзгі мерекелер келе жатыр. Сол іс-шараларға қазірден бастап кірісіп кету керек. Сондықтан да мінекей біздерге әріптесіміз сценарий жіберген болатын. Соны қазір мен оқимын және оқығаннан кейін бірге талқылаймыз. Мұқият тыңдаңыздар. Алтын күз мерекесі даярлық және ересек тобына арналған ертеңгілік. Кейіпкерлері жүргізуші, алтын күз және тұмау. Балалардың ішінде кейіпкерлерді ойнайтын көкөністер мен жемістер. Музыкамен балалар залға кіріп, жарты шеңбер құрып тұрады. Жүргізуші шығып, сәлеметсіңдер ме балалар? Міне, көңілді жаз бітіп, өлкемізге алтын күз мерекесі келіп жетті. Айнала қызыл, сары, қоңырқай түске боянып, көздің нұрын алады. Мереке құтты болсын балалар дейді. Бұл жерде балалар қол шапалақтайды, орындарына отырады. Ортаға 4 бала тақпақтарымен шығады. Тақпақты оқымай қояйын, өздеріңіз көз жүгіртіп оқуыңызға, стопқа қойып қойсаңыздар видеоны, оқуларыңызға болады. Тақпақтар айтады. Содан кейін жүргізуші айтады: балалар, күз қайда? Мүмкін адасып, бізге келе алмай жатқан шығар. Кәне, күз туралы ән айтайық, бізді естіп келіп қалар, дейді. Күз береке деген ән басталады. Күз береке ол Бота Бейсенованың әні бұл жаққа жақсы келеді. Мерекелі, берекелі келді алтын күз деген әні бар. Соны жаттасаңыздар болады. Өйткені әлі бермеген шығарсыздар әндерді. Әлде беріп қойдыңыз ба екен? Осы әнді берсеңіз, осы жаққа жақсы келеді. Әрі қарай күздің музыкасы, балалар айтып болғаннан кейін күздің музыкасы естіледі, балалар орындықтарға барып отырады. Залға алтын күз кіреді. Музыкамен алтын күз кіреді. Сәлеметсіңдер ме балалар? Мені күтіп қалдыңдар ма? Мен алтын күзбін. Ормандарды, тауларды аралап, барлық жерді сары, қоңыр бояуға боядым. Құстарды жылы жақтарға шығарып салдым. Міне, сендерге де келіп жеттім. Мерекелерің құтты болсын, дейді алтын күз. Содан кейін жүргізуші: рахмет сізге алтын күз. Ал біздің балалар сізге күз туралы мақал-мәтел айтқысы келіп отыр. Кәне, тыңдап көрші, дейді. Бұл жерге мен қосатын нәрселерім бар, бірақ мен оны сосын айтамын. Бірінші осы текстті оқып шығамын, соңына дейін. Талқылау басталғанда айтамын. Күзді отырғызып қояды. Мақал кетеді. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бала мақал айтады. Жақсы. Мақалдар қысқа да нұсқа. Мақалдан кейін алтын күз айтады: тақпақтарың қандай жақсы, дейді. Тақпақ емес, мына жерде мақал, мақал айтты жаңа. Мақалдарың қандай жақсы, ал сендер күз туралы маған ән айтып бересіңдер ме, дейді. Жүргізуші айтады: әрине айтып береміз. Біздің балалар күз тамаша деген әнді айтып береді. Күз тамаша. Күз, 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 сарғаяды даламыз, біз. Осы ән менің каналымда бар, караоке түрі, ссылкамен үйге де жіберіп жаттатуға өте ыңғайлы. Кіріп қарасаңыздар болады. Егер түсінбесеңіз, комментарияға жазып кетіңіз, ссылкасын қалдырам. Әрі қарай күзді айтып болдық, содан кейін алтын күз айтады: рахмет балалар, сендер дұрыс айтасыңдар, күз мезгілі тамаша, ал мен сендерге сиқырлы қолшатырымды алып келдім, деп қолшатырын сиқырлайды. Қолшатырды айналдырам, балаларды күзгі жапырақтарға айналдырам, дейді. Қателіктерді байқап жатырмын, қайталаймын, оны соңында айтамын, талқылау кезде. Балалар ойнауға шақырады. Балаларды ойнауға шақырады. Қолшатырын сиқырлады, ойын басталды. Сиқырлы қолшатыр, музыкалық ойын. Ойыннан кейін, ойынның шарты жазылмаған екен мына жақта. Ойыннан кейін балалар орындықтарына барып отырады. Музыка әуенімен залға тұмау кіреді. Тұмау. Бұл не?
енді мен тұмаудың роліне кіре алмай отқан шығармын, бірақ оқи берейін текстін. Бұл не? Апчи деп түшкіреді. Ештеңені түсінбедім. Апчи, мұнда неге жиналып отырсыңдар? Неге шулайсыңдар? Мен қайда келдім? Деп айтады. Балалар айтады. Балабақшаға дейді. Тұмау. Балабақша? Ал сендер мені тандыңдар ма? Дейді Тұмау. Жүргізуші айтады. Жоқ, таныған жоқпыз. Тұмау айтады. Күз келді, күн суытты. Менсіз болама күндерім. Жөтеліп, тамақ ауырып, бұның бәрін сыйлайтын Тұмау деген достарым. Апчи! Егер дендерің сау болса, тез арада кетіңдер. Мерекені болғызбаймын. Кәне бұл жерден кетіңдер дейді Тұмау. Содан кейін жүргізуші айтады. Ешқайда біз кетпейміз. Осында ойнап күлеміз. Күзде бізге келіп тұр, сыйлықтарын беріп тұр. Тұмау айтады. Ха-ха-ха дейді, ақмақтар дейді. Осы сөз жайында содан кейін пікірімді қалдырам. Ақмақтар депті мына жақта. Көз мезгілі көңілсіз, ызғарлы, ойнауға да ыңғайсыз. Сонда не істеп жүресіз? дейді Тұмау. Жүргізуші айтады. Бақшаға барып көкөністерді жинаймыз, дәмді салат жасаймыз, мықты болып өсеміз. Тұмау айтады. Ал мен дүкенге барамын, кола, чипсы сатып аламын. Ең пайдалы дәмді де түскі асқа, кешкеде дейді. Жүргізуші айтады. Кола, чипсы дегенің зиян келтіретін тағамың. Тұмаудан құтқаратын витаминдер жеу керек. Бақшаға біз барайық, көкөністерді жинайық, дәмді салат жасайық дейді жүргізуші. Біздің аспазшы кез келген көкөністен және жемістен өте пайдалы және дәмді салат жасай алады. Кәне балалар, дәмді салат деген қызықты ойын ойнайық. Деп бұл жерде дәмді салат деген ойын басталады. Бір бала аспазшының шапкасын киеді дейді, бас киімін, яғни бұны да өзгертеміз. Бас киімін киеді, қалғандары шеңберге тұрады. Аспазшы шеңбер ішімен балалардың жанынан жүреді де балаларды санайды. Қашады дейді. Қашады деген сөз естігенде иығынан қолмен тигізеді. Тигізген балаға артқа бір қадам басады, алма болып қалады. Қалған балалар қол ұстасып, қолдарын жоғары көтеріп тұрады. Алма қашады да аспазшы оны қуады. Егер аспазшы алманы ұстап алса, екеуі ортаға шығып билейді. Егер ұстамаса, басқа аспазшыны таңдайды дейді. Құрметті ұстаздар, мен бұл ойынды түсінбедім. Содан кейін тағы бір рет оқып шығамыз. Кім маған түсіндіріп бере алады, комментарийға дұрыстап. Аспазшының қалау дәмді салат әзірлеу, бірақ алма домалап, аспазшыдан қашады. Аспазшы шыға қой, алмаларды тере қой дейді. Содан кейін Тұмау айтады. Иә, салаттарың пайдалы екен, витаминдері неткен көп еді. Мен осындай салат жегім келмейді дейді. Одан да достарымды, микробтарды шақырайын дейді Тұмау. Жыл бойы жинап жүрдім, сақтап жүрдім, арнайы. Қолында қабын ашып қарайды. Кәне микробтар шығыңдар, балаларды тұмаумен ауыртып жіберіңдер дейді. Қабынан микроб ойыншықтар алып шығады да балаларды қуады. Ал балалар орындықтарына қашып кетеді дейді. Алтын күз айтады. Ал біз микробтардан қорықпаймыз. Құтқарады біздерді пияз деген көкөніс дейді да, ортаға пияз бала шығады. Пияз айтады. Сәлеметсіңдер ме балалар? Ең батылды пайдалы көкөністің ішінде ем беретін пиязбын. Тұмаудан да қорғаймын, микробтарды жоямын деп пияз айтады. Тұмау айтады. Ой, көмектесіңдер, көзім ашып барады. Қымбатты микробтарым, қапқа қашып кетіңдер, деп микробтарын қапқа тығады. Енді не істеймін? Маған бір ой келді. Сендерді тұмаумен жұқтыру үшін жаңбырды шақыру керек. Үстерінен су болып, жөтеліп ауырасыңдар. Апчи! деп түшкіреді екен. Жаңбырдың дыбысы естіледі осы кезде. Міне, жаңбыр өзі келіп жетті дейді Тұмау айтады. Алтын күз айтады. Ал біз жаңбырдан қорықпаймыз.
қолшатыр алып ойнауға барамыз деп, бұл жерде мынау нешінші, үшінші ойын ба? Содан кейін өз пікірімді айтамын. Ойын эстафета қолшатырмен ойын. Балалар екі топқа 5 баладан бөлінеді. Әр топта бір қолшатырдан беріледі. Жерге шалшық ретінде обруч, шеңберлер, кедергі секілді қойылады. Музыкамен бір-бірден қолшатырды алып, шалшықтан өтіп, айналып келіп, келесі балаға қолшатырды беру тиіс. Кейін ойын жалғаса береді. Қай топ бірінші өтіп шықса, сол жеңеді. Ойыннан кейін тұмау түшкіріп жүреді. Бұл ойын кішкене эстафета сияқты, иә? Жазылып тұр ме эстафета деп. Түсінікті. Содан ойыннан кейін тұмау түшкіріп жүреді. Қайта түшкіріп, тұмау айтады. Апчи, маған не болды деп жаңағыдай түшкіре береді. Жүргізуші айтады. Денсаулық мықты болу үшін спортпен шұғылдану керек және таңғы жаттығу жасау керек. Кәне тұмау, бізбен бірге жаттығу жасашы деп, бұл жерде сергіту сәті сияқты музыкалық ойын болады екен. 4 қадам алға деп жазып қойыпты, бірақ бұл жерге сіз кез келген сергіту сәтін қоя аласыздар. 4 қадам алға деген ойынға бір 15 жыл болып қалған шығар шыққанына. Оны сосын талқылаймыз. Музыкалық ойын 4 қадам алға. Содан кейін жүргізуші айтады. Міне көрдің бе тұмау, осылай жаттығу жасап жүрсен, ешқашан ауырмайсың. Ал егер осындай пайдалы жемістер мен көкөністерді жесең, мүлде жазылып кетесің дейді. Ортаға көкөністер мен жемістер шығады және тақпақтарын айтады. Бұл жерде балалар пияз, сәбіз, қызылша, асқабақ, картоп, алма, алмұрт, өрік, жүзім киімдерін киіп, берілген тақпақтарды алдыңға жаттап келеді. Тақпақтарын оқымай қояйын, не? Мысалға, өрік. Мен өрікпін, табиғатқа көрікпін деген сияқты білесіздер. Тақпақ айтылып болғаннан кейін тұмау айтады. Балалар, мені кешіріңдерші, сендермен қалуға рұқсат етіңдерші. Мен енді жақсы боламын, спортпен шұғылданамын, көкөністермен дос боламын, сендермен қызықты ойын ойнаймын деп тұмау айтады. Жүргізуші айтады. Балалар, тұмауды кешіреміз бе? Онымен бірге ойнаймыз ба деп. Балалардың жауабы иә болады. Тұмау айтады. Олай болса, кәне, жұбыңды тап деген ойын ойнайық дейді. Жұбыңды тап дейді. Бұл жерде 4-ші ма, 5-ші ма ойын кетті. Сіздер байқап отырсыздар. Содан кейін көрініс деген сөзді мен өзім жазып қойдым. Оны сосын талқылаймыз. Бұл сценарийдің ішінде көрініс жоқ екен. Мен ұмытып қалмау үшін мына жаққа көрініс деп жазып қойдым. Оны сосын талқылаймыз, әрі қарай кеттік. Бұл жерде ойын кетті, жұбыңды тап дейді. Жемістер мен көкөністер, балалар әндетіп жүреді. Көкөністер, жемістер, ойнайық та билейік деп 2 рет айтады. Содан кейін тездетіп, жұпты тауып тұрайық деп 2 рет айтады. Балалар музыкамен билейді. Музыка тоқтап қалғанда балалар жұптарын тауып, қол ұстасып, басқа музыкамен билейді дейді. Жарайды, ары қарай алтын күз айтады. Балалар, сендермен болғаныма қуаныштымын. Қаншама қызықты ойын білесіңдер. Әдемі тақпақпен ән айтасыңдар. Сендер сондай ақылды балалар екенсіздер. Бірақ менің де сендерге арнап әкелген сыйлықтарым бар. Бұл жапырақтар жай ғана емес, сиқырлы жапырақтар деп ортаға себетті қояды. Себеттің ішінде жапырақтар. Мен түсінгенімше толып тұр. Тұмау. Тұмау айтады. Қазір біз алтын күз екеуміз. Бұл жерде қателер көп, грамматикалық мән бермей қойыңыз, оны сосын өзгертеміз. Қазір біз алтын күз екеуміз сиқырлы сөздер айтамыз. Сендер көздеріңді жұмыңдар дейді. Жаңағы себеттің ішінде жапырақтар толып тұр, оны балалар көру керек. Көрді, міне, жапырақтар тұр екен. Тұмау айтады, көздерін жұмыңдар дейді, бірақ ешкім қарамайды, көздерін жұмыңдар деп балаларға айтады тұмау. Балалар көздерін жұмғанда, тұмау себетті айырбастайды да, басқа алмалары бар себетті қояды ортаға. Жаңағы жапырақтар бар себетті алып тастап, алмалары бар себетті қояды. Алтын күз айтады. Жапырақтар, кәнекей, тәтті алма болыңдар дейді.
Жапырақтар кәнекей тәтті алма болыңдар, орамалды алайын, не болғанын көрейін деп ашып қалса, орамалды ашады, алмаларды балаларға таратып береді. Орамалды ашып қалғанда ішінен алмалар пайда болады. Кәне балалар, бұл да бір сюрпризный момент, балаларға. Кәне балалар, сыйлықтарды алыңыздар деп, балаларға сыйлықтарды, алманы таратады қолдарына. Бірақ оны тарата ма сол жерде, әлде топқа барғасын өзіңіз таратасыз ба, оны өздеріңіз сол жерде шешіп аласыз, әдіскермен алдын ала сөйлесіп, ақылдасып. Тұмау айтады: қоштасатын кез келді. Содан кейін алтын күз мен тұмау бірге айтады: балалар, сау болыңдар деп шығып кетеді. Жүргізуші айтады: балалар, осымен бүгінгі алтын күз мерекесі аяқталды, сау болыңдар деп. Міне, сценарийді оқып шықтым. Тезірек оқуға тырыстым, уақыттарыңызды алмас үшін. Енді ең басына келгенде бізде талқылау басталсын. Біз міндетті түрде талқылау керекпіз, өйткені бұл жерде түзететін нәрселер бар. Алтын күз мерекесі деп аталады екен сценарий, даярлық және ересек тобына арналған ертеңгілік дейді. Жалпы сюжет маған ұнады. Бұл жерде отрицательный да персонаж бар, положительный да персонаж бар. Мысалы үшін, жақсы мен жаман деген сияқты. Қараңыздар. Менің байқағаным, бұл жерде би жоқ екен, және көрініс жоқ екен. Көрініс 4-5 ойын, соның 3-ін алып тастау керек, 2 ойын или 1 ойын қалдырасыздар. Соның өзі былай жетеді. 1, әлде болмаса максимум 2 ойын қалдырасыздар. Би керек бұл жерге, 2 би. Бұл жерде 2 ән бар, 2 ән жақсы, 2 ән жетеді. Қосқыларың келсе, мектеп алды даярлық тобына қосуға болады тағы әнді. Так, 2 би. Би жөнінде, егер де сізде хореограф болса, онда сіздер бақыттысыздар. Егер де хореограф жоқ болса, онда сіздерге биді өздеріңізге қоюға тура келеді. Сондықтан да бұл жерде YouTube деген бар, YouTube'ның ішінде көптеген билер бар, әйтеуір содан қарап, біз болып үйренесіздер енді. Қиын емес, жеңіл билерді қоюға тура келеді. Кеттік, басынан оқимыз. Кейіпкерлер: жүргізуші, алтын күз, тұмау дейді. Балалар, көкөніс жемістер, жарайды. Музыкамен балалар кіріп жарты шеңберге тұрады, сосын жүргізуші шығып, балалар сөзін айтады. Бұл мына текстке сөздеріңізді қоссаңыздар болады бұл жерге. Мысалға, бұл жерге кішкене балалармен диалог болған дұрыс болар еді деп мен ойлап отырмын. Мысалға, сәлеметсіңдер ме балалар деп балаларға жүргізуші айтқанда, балалардың жауабы, мына жаққа балалардың жауабы деп жазып қоямыз. Балалар, сәлеметсіз бе деп жауап берсін. Міне, көңілді жаз бітіп, өлкемізге алтын күз мерекесі келіп жетті дейді. Бұл жерде былай қосуға болады: солай емес пе балалар деп балаларға сұрақ қоюға болады. Балалар я деп жауап береді. Содан кейін балалар, алтын күз мезгілі қандай болады деп бұл жерде жаңағы тәрбиеші апайдан сұрақ туындайды, балаларға қарап. Балалар бұл жерде диалог құрылып жатыр, көрдіңіз ба? Өзімен өзі мына жақта сөздерді айтып тастап, мына жаққа резко тақпақтарды жібермей, кішкене балалармен сөйлескен, өте сондай жағымды атмосфера құрайды сіздің ертеңгілігіңізде. Мінекей, содан кейін балалар жауап, балалар айтады: күз қандай болады деген сұрақтарды сіздер репетиция кезінде міндетті түрде ақпарат беру керексіздер балаларға. Күз туралы. Күз дегеніміз не? Күз деген ол жылдың нешінші мезгілі? Күз мезгілі қандай болады? Күз мезгілінің сипаттары, мысалға, күз мезгілі қандай болады дегенде балалар айтады: күн суытады, құстар жылы жаққа ұшып кетеді, жапырақтар сарғайып түсетін болады талдардан деген сияқты. Жапырақты айтқанда айтасың: ал жапырақтардың түстері қандай болады балалар, көрдіңдер ме дегенде, білесіздер ме дегенде, балалар айтады: қызыл сары деп, жаңағыдай. Жасыл да жапырақтар бар арасында деп, сары деп, жаңағыдай, тоқ сары дейміз.
қызыл сары дейміз. Сондай жауаптар біз балалардан естісек, ол өте тиімді, жақсы болар еді деп менің өзімнің пікірім бұл жерде. Мына жаққа диалог керек басында. Кішігірім, оны жазбасаңыз, жазбай-ақ та сіз оны автоматты түрде мына жақта балалармен кішкене сөйлесіп, содан кейін өте жақсы, тамаша деп балаларды мақтап, қандай жақсы білімді балалар екенсіздер, бәрін біледі екенсіздер. Кәнекей балалар, бәріміз қол шапалақтап қояйықшы деп мына жақта қол шапалақтап сызып, содан кейін айнала қызыл сары қоңырқай түске боянып, көздің нұры, мына жаққа сөздерді ауыстыру керек кішкене. Сонымен мереке құтты болсын балалар деп қол шапалақтап балалар отырады. Ортаға 4 бала тақпақтарымен шықты. Өте жақсы. Сосын айта кететін нәрсе, маған ұнағаны, тақпақтар өте көп емес, өз орнында, бәрі реттелген. Мысалға, мына жерде 4 бала тақпақ айтады, ана жақта 6 бала мақал айтады. Содан кейін 6-7 бала жаңағы көкөністердің тақпақтарын айтады. Керемет, бұдан артық ештеңе керек жоқ. 4 бала тақпақтарын айтты, содан кейін жүргізуші айтады: балалар, күз қайда? Мүмкін адасып бізге келе алмай жатқан шығар, дейді. Кәне, күз туралы ән айтайық, бізді естіп келіп қалар. Өте жақсы. Жақсы. Содан кейін мерекелі, берекелі келді алтын күз. Мына жақта айтты. Өте вальс екпінінде айтылатын ән айтылды. Сөйтіп, күздің музыкасы естіледі, балалар орындықтарға отыра береді. Залға алтын күз кіреді. Алтын күз кіре салысымен сөзін айтпайды. Алтын күз кішкене музыкамен айналып, соған келетіндей музыканттарыңыз музыка для персонажей деген бар. Оғылдың ішінде көп толып жатыр. Соған өз талғамы бойынша музыка дайындап қою керек. Кірді, айналды, кішкене бүйтіп ортада, бүйтіп балаларға өзін көрсетіп деген сияқты. Содан кейін сөзін айтады: сәлеметсіңдер ме балалар? Жақсы. Мені балалар жауап береді. Балалардың жауабын міндетті түрде күтіңіздер. Өйткені көп мұғалімдер, мен байқаймын, кіреді: сәлеметсіңдер ме балалар? Мен күзбін. Әдемі, мен сәлеметсіздер ме балалар? Мен кіммін деп жаңағыдай келесі сөздерін, сөйлемдерін айтып кете береді. Балаларға мысалға жауап беруге мұрша бермейді. Сондықтан сәлеметсіңдер ме балалар дегенде назарларыңды кәдімгідей балаларға аударып, жауап күтіп отқандай жаңағы сондай түр жасау керексіз. Балалар сәлеметсіз бе алтын күз деп жауап береді. Оның бәрін алдын ала дайындау керек. Балалар білу керек, қай жерде не деп жауап беру керек екен. Жарайды. Мен алтын күзбін, ормандар, тауларды аралап жақсы. Міне сендерге де келе жеттім, мерекелерің құтты болсын дегенде балалар қолдарын шапалақтап, сондай мерекелік күшті атмосфера құрып отырамыз. Содан кейін жүргізуші айтады: рахмет сізге алтын күз, ал біздің балалар сізге күз туралы мақал мәтел айтқысы келіп отыр, кәне тыңдап көрші. Бұл дұрыс емес. Жүргізуші бұл жерде алтын күзге айту керек: қош келдің алтын күз. Біз сізді балалармен көп күттік, және сізді сағынып қалдық деген сияқты. Бізге төрлет алтын күз, біздің қонағымыз бол, төрге шық, балалардың сізге дайындап қойған өнерін тамашала деп бар жаңағыдай қонақжайлығын көрсетіп, жаңағыдай күзді алдын ала дайындап қойған әдемі орындыққа отырғызу керек. Содан кейін айту керек: рахмет, күз айтады: рахмет сіздерге. Жаңағы рахмет деп отырса болды. Әдемілеп, өзі әдемі болып тұрса болды. Киімі. Содан кейін отырды. Содан кейін барып жүргізуші айтсын: ал біздің балалар сізге күз туралы мақал мәтел айтқысы келіп отыр. Кәне, тыңдап көрші деп жүргізуші айтады мына жерде. Айту керек. Содан кейін балалар шығып, міне 6 бала шықты.
екпей егін шықпас, үйренбей білім жұқпас дейді. Жақсы. Содан кейін мына жақта қол шапалақтап, қолпаштап отыру керек міндетті түрде. Кейбір тақпақтардан кейін мен байқаймын, қол шапалақтанбайды, өте сондай паузалар көп болады, жаңағы қызықсыз, мысалы сондай моменттер болып қалмасын деп, міндетті түрде қол шапалақтау деген өте жақсы нәрсе. Баланың да көңіл күйі көтеріледі, мысалға. Ол тақпақ айтқан балаға деген құрмет, мысалға, оны сезінген балаға да өте положительный, мысалға, энергетика. Содан кейін бәрін оқымай қояйын, мақалдарды айтып тастады. Тамаша. Балалар, поклонды міндетті түрде дайындаңыздар. Ол қыздар юбкасын алып, аяқтарын сәл бүйтіп бүгіп, пружинка сияқты, олдар қолдарын артқа қойып, бастарын әдемілеп, как джентльмен сияқты изеп, әдемілеп, тіп-тіке жүріп, орындарына барып. Оны бір-екі рет көрсетсеңіздер, балалар қағып алады. Кейбіреулер поклон бермей кетіп қалады. Ол сіздердің недоработкаларың, сіздердің дайындамаған кесірі. Сондықтан да соның бәріне мұқият болып дайындаңыздар баланы. Содан кейін алтын күз айтады. Тақпақтарың қандай жақсы, ал сендер күз туралы ән маған айтып бересіздер ме дейді. Ән маған емес, маған ән айтып бересіз. Мына жақта кішкене формулировка дұрыс болмай тұр. Жарайды, оны бүйтіп ауыстыра салуға болады. Содан кейін ән, жаңа басында ән айтты, иә? Мерекелі, берекелі. Жарайды, содан кейін тақпақ қайтадан ән, иә? Бұл жерде бір би болу керек сияқты, меніңше. Қалай ойлайсыздар? Мына жаққа би қойсаңыздар болады. Ән айтам десеңіздер, өздеріңіз білесіздер ғой, сіз өзіңіз қожайын, иә? Сценарий құрып отқан адам өзі қожайын. Бірақ менің пікірім, бұл жерде би болу керек. Биді жаңағы айтқандай хореографтар қойса бақыттысыздар дедім мен, мысалға. Хореографтардың жоқ болса, бір жеңіл билер бар, не сияқты. Злую тучку наказали, ты плохая, ей сказали. Анау припевінде кап-кап-кап, дождик идет деген общий танец, бірге билейтін би. Оны қою қиын емес, оңай деп айтуға болады. Балаларға бірнеше рет көрсетсеңіз, оның өзі былай жетеді. Соны биледік деп ойлайық, мысалы, бұл менің пікірім. Егерде менімен келіспесеңіздер, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Ақылдасамыз. Ал сіздер маған би билеп берсеңдер қалай болады екен? Әлде болмаса сондай бір келтіру керек бұл жерде, мына формулировканы, сөйлемді соған қарап келтіру керек. Жүргізуші айтады, әрине би билеп береміз, ән айтып емес, мысалы, балалардың мына жақта бие кетеді, кап-кап, мысалға, жаңбыр жауады, бірдеңе деп атын қойып қойыңыз. Ортаға балалар шығып ән айтады, би билейді деп қоямыз, иә? Мысалы, бастаймыз. Алтын күз айтады, рахмет балалар, сендер дұрыс айтасыздар, күз мезгілі тамаша. Рахмет балалар, алтын күз айтады, өте жақсы билейді екенсіңдер деп мына жақта өзгертіп жібересіз ғой, мысал үшін. Егер де мына жаққа би қойсаңыз. Ал жоқ, ән қалдырам десеңіздер, онда мына сөздер қала береді. Ал мен сендерге сиқырлы қолшатырымды алып келдім деп, мына жерде музыкалық руководитель, міндетті түрде сиқырдың дыбысын MP3 түрінде алдын ала жүктеп дайындап қою керек. Сиқырдың дыбысы шығады, қолшатырды айналдырам, балаларды күзгі жапырақтарға айналдырам дейді. Бұл жерде мен өзгертетін нәрсем, айналдырам деген екі сөз қайталанып кетті. Қазақ тілінде өйтіп тақпақ жазғанда да, өлең жазғанда да екі сөйлем ішінде бір сөз қайталана берген, ол онша дұрыс емес та, әдемі емес те. Қолшатырды айналдырам, балаларды күзгі жапырақтарға айналдырам. Қолшатырды, мысалы, сиқырлайым, балаларды күзгі жапырақтарға айналдырам деген сияқты өзгертіп қоюға болады мына жерде. Қарай кетіп, сиқырдың дыбысы шығады, балалар ойын ойнауға шығады дейді. Бұл бірінші ойын. Қазір мен оқып жатқандағы сиқырлы қолшатыр дейді. Деп жазып қойған, бірақ ойынның барысы жазылмаған. Кім бұл ойынды біледі екен? Тағы да комментарияға жазып кетсеңіздер, бізге жеңілдеу болатын еді. Әлде болмаса басқа жақсы ойындар білсеңіздер, нұр үстіне нұр болатын еді. Әрі қарай ойыннан кейін балалар орындықтарына отырады.
музыка әуенімен залға тұмау кіреді. Тұмау кіргенде міндетті түрде өзіне тиесілі музыкасы болу керек. Тұмау персонажына арналған ондай бір жаңағы адамда бір қызығушылық тудыртатын бір әуен болу керек. Кірді, жарайды. Міне айтпақшы, осы жерден ұмытпай тұрып айтып кетейін. Өткен сценарийді талқылағанда да мен сіздерге айттым, құрметті специалисттер, басқа топтың тәрбиешілері, көмекшілер, міндетті түрде мына жақта персонажды ойнау керек кезде көмектесіңдер тәрбиешілерге. Жоқ, мен бола алмаймын, болғым келмейді, қойшы, мен өткенде мен болдым, ертең анау басқа апай ол болған жоқ, неге ол болмайды, неге ылғи мен боламын деген сияқты. Бұл жерде біз баламен жұмыс істеп жатырмыз, сондықтан да бұл жақта жеке ештеңені қоспай қойған дұрыс. Бала үшін, мынаның бәрі тек бала үшін. Сондықтан да сөйтіп тәрбиешілер сіздерге сондай ұсыныс жасағанда жарайды деп сіздер қолдап жіберіп, сөздерін алып, сосын жаттап, дайындалып, персонаждар түстен кейін балалар ұйықтап жатқанда өздерін жиналып тез бүйтіп дайындалып жіберіп, мына жақта бүйтемін, мен мына жақтан шығамын, сен мына жақтан шыққанда былай деп музыкант қайтып қойыңыз. Музыкант өзі де біледі негізі. Соңында да музыкантпен бірге дайындалу керек персонаж. Музыкант болу керек сол жерде. Анау персонаж кіргенде осындай музыка қос, мен бүйтемін да сөйтемін деген сияқты. Бұл жерде музыкант енді көбінесе айтып отырады ғой, мен осындай музыка қосам, сіз кіргенде мен маған қарап тұрыңыз деген сияқты. Сондай сізде связь болу керек араларында. Мысалға сөйтіп дайындаласыздар. Содан кейін персонаждарға тағы айта кететін нәрсе, сіздерге сценарий берілгенде айтатын сөзі өзі аз-ақ, қиын емес, бұл спектакль емес, мысалға, кино емес, мысалға. Сондықтан сөздері аз, үйде кішкене бүйтіп оқып, көз жүгіртіп, кішкене көз алдарына елестетіп, мен бүйткенде өйткенде осындай қимыл жасайын деп сіздер дайын болу керексіздер. Кейбіреулер қалай болса солай аяқ астынан апыр-топыр шығып кетеді. Ондай нәрселерді өте көп көрдім, және ол өте дұрыс емес, өте безответственно деген нағыз осы деп ойлаймын. Өйткені шыға салады сахнаға, сөзін ұмытып, алақ-жұлақ, көзі жыпылық етіп, не айтып, не қойғанын білмей, сөйтіп жаңағыдай ұят болады, сахнада ұят болады. Мысалы, сондайға кезікпеу үшін 1-2-3-4 сөйлемді жаттап алуға тырысыңыздар. Содан кейін тұмау айтты, қайда келдім, мен түшкіріп жатыр екен. Тұмау кіргенде біраз жүрсін, түшкіріп, мұрнын сүртіп, бұл жерде бет орамалмен жаңағыдай өтірікше кішкене сімбірген сияқты болып, бұл комедия, кішкене ойнатады. Балаларды күлдіртеді, балаларға жақсы көңіл күй сыйлайды, бұл жерде тұмау түшкіріп жаңағыдай. Сөйткенде мен қайда келдім дегенде балабақшаға деп балалар жауап береді. Ал сендер мені таныдыңдар ма дегенде жүргізуші жоқ, таныған жоқпыз деп айтады екен. Бұл жерде менің пікірім, жүргізуші қолына антисептик алып, қазіргі заманда өкінішке орай актуалды тақырып бізде ковидтің тақырыбына байланысты болғасын, бізде сақтану деген өте актуалды тақырып ең бірінші орында. Сондықтан бұл жерде балаларға тәрбиелік мән ретінде, тәрбиелік көрініс ретінде балаларға мысалға тұмау жақындап келе жатыр, жүргізушіге сөздерін айтып. Мысалға, мен қайдамын, сіздер кімсіңдер деген сияқты. Сонда балаларға тұмауды жолатпай, ортаға жүргізуші шығып, тұмауды көргеннен кейін дереу бетперде масканы киіп алып, жаңадан аптекадан новый болу керек маскалар, тез киіп алып, қолына антисептикті алып, ана тұмау жаққа қарай сеуіп, ойбай жолама деген сияқты кішкене көрініс болса, ол бір жағынан балаларға күлкілі, екінші жағынан өте пайдалы, бұл жерде ақпарат болады. Сондықтан сөйтіп сеуіп жаңағыдай ойбай деп, жоқ, таныған жоқпыз, жақындама деген сияқты сөздер айтса тіпті жақсы. Балалар жаңағыдай, балалар тез бетперделеріңді киіп алыңдар, тұмау келе жатыр, өз-өзімізді сақтау керекпіз дегенде, балалар дереу кішкентай маскаларын шығарып алып, бетперделерді беттеріне, мұрындарынан, ауыздарына тағып алса,
міне бұл жерде ол не? Ол жерде тәрбиелік мән жатыр, иә? Балалар білетін болады. Мысалға, тұмаумен ауырып жүрген адам болса, өзімді осылай сақтай алады екенмін деген сияқты, ол сол ақпаратты бала меңгеріп шығады, ұғып шығады осы ертеңгіліктен, осы көріністен. Бұл менің пікірім. Сіздікі дұрыс десеңіз де, оны да түртіп жазып кетіңіз. Жоқ, сіз мына жақтан қателестіңіз, менің ойым осындай десеңіз, тіпті жақсы, бәріміз бірге талқылайық, иә? Құрметті ұстаздар, әрі қарай жоқ, таныған жоқпыз деп жаңағы пышылдатып, бетпердесін киіп жүргізуші сөйтіп кішкене сондай бір көрініс болады. Тұмау айтады, көз келді, суытты сөздерін айтады, түшкіреді. Жүргізуші тұмау айтады, кетіңдер дейді, жүргізуші айтады, ешқайда біз кетпейміз, осында ойнап күлеміз, күз де бізге келіп тұр, сыйлықтарын беріп тұр дейді. Жарайды. Тұмау, ха-ха-ха, ақымақтар дейді. Ал керек болса, бұл жақта қателер бар, бірақ оны түзетуге болады. Грамматикалық ақымақтар деген сөзді алып тастаймыз, құрметті ұстаздар. Сіз оны менсіз де біліп тұрсыз. Бұл жерге басқа сөз қоюымыз керек. Ха-ха-ха, мысалға, бұл жерде енді сіздің пікіріңіз қажет. Мен мына жақта кішкене фантазиям не істемей тұр. Қандай сөзге ауыстыруға болады мына сөзді? Бұны алып тастаймыз, құрметті ұстаздар. Бұл сөзді. Әрі қарай. Күз мезгілі көңілсіз, ызғарлы, ойнауға да ыңғайсыз. Сонда сендер не істеп жүресіздер дейді тұмау. Жүргізуші айтады, бақшаға барып көкөністер жинаймыз, дәмді салат жасаймыз, мақта болып өсеміз дейді. Ол айтады, тұмау айтады, ал мен дүкенге барамын, кола, чипсы сатып аламын, ең пайдалы дәмді де түскі асқа кешке де. Міне бұл жерде де актуалды тақырып кетті. Кола, чипсы деген өте зиян қоспалардан жасалынған нәрселер. Оны ешқандай да бала организміне оны келтірмеу керекпіз. Өзіңізге де, бала шағаңызға да бұл нәрсені аз қылып ішуге болмайды. Мысалы, оны түсінетіндеріміз де бар, өзі ішетіндер де бар. Сол коланы өздері бала шағасын көзінше де ішетіндер бар. Ол өте зиян, соны зерттеп біліп алыңыз. Қаншалықты ол сізге де, сіздің бала шағаңызға да зиян. Бұл жерде міне актуалды тақырып. Жүргізуші айтады, кола, чипсы дегенің зиян келтіретін тағамың. Бұл жерде кішкене ролға кіріп, жүргізуші шошынып, жаңағыдай төр жасап, балалар соны көру керек. Өйткені тәрбиеші балалар үшін ол авторитет. Тәрбиеші апайдың айтқаны балалар үшін заң. Өйткені олар үйге барып, мысалға, апай айтты, осыны істеуге болмайды, мынаны жеуге болмайды деп, соны олар ұстанып жүреді. Көрдіңіз ба? Мінекей, оны байқасаңыздар, тағы комментарияға жазып кетіңіз. Сол авторитет, көрдіңіз ба? Тәрбиеші өз балаларына, оқушыларына. Сондықтан апай жаңағы шошынып, кола, чипсы де. Бұл жерде тәрбиеші кішкене балаларға назар аударып, кішкене диалог құрса, кішігірім, мысалға, балалар, кола, чипсы жеуге, ішуге бола ма екен деп сұрау керек. Балалар жоқ дейді. Олар жоқ дейді. Олар біледі. Ол зиян екен. Бірақ соның ішінде 90% ішіп жүр соның бәрін. Өйткені үйде қадағаламайды ата-ана. Сол туралы мен бөлек видео шығарам. Кола, чипсы дегендер туралы нақты ақпараттар мен бірге иллюстрациямен сіздерге Құдай қаласа жасап беремін. Енді қараңыздар. Кола, чипсыды ішуге бола ма дегенде жоқ дейді балалар. Мысалға, олар ішсе де кейбіреулер жоқ деп айтады. Олар мысалға, олар мойындамайды. Жоқ, апай, мен кола ішіп жүрмін деп олар айтпайды. Олар біледі. Ол жаман екенін біліп тұр балалар. Жүргізуші айтады, кола, чипсы дегенің зиян келтіретін тағамы, тұмаудан құтқаратын витаминдер жеу керек. Бақшаға біз барайық, көкөністер жинайық, дәмді салат жасайық дейді. Мына жақта қайтадан ойын кетті, құрметті ұстаздар. Мен бұның орнына, мысалға, дәрумендер биін қоюға болады. Танец витаминов деген сияқты, мысалға. Бұл жерде кімдер билейді? Бұл жерде көкөністер мен жемістер билейді. Кішігірім бір би, қимыл қозғалыс биді қоюға, дайындап қоюға болады. YouTube-тың ішінде билер көп. Бұл жерде ән болу керек сияқты, бірақ сөздің бәрі келгенде
мына осы дәрумен жер жайында келе жатыр. Әлде болмаса дәрумен жайында мысалға ән болса, әлде болмаса алма туралы ән болса, мына жерде мен алманы жақсы көремін, нарана. Менің YouTube арнамда бұл ән бар, караоке ретінде бір-біріне ссылка жіберіп, сөйтіп таратып жаттап алуға болады. Мысалға менің пікірім жоқ, бұл жерде ойын тұра берсін десеңіз, әрине сіз өзіңіздің ойыңыз. Бірақ ешқандай да бұл жерде мен ойын қалдырмайтын едім. Бұл жерде мына жақта бір ән болу керек сияқты. Әлде болмаса сольный әндер бар ма? Бірақ жылдың басында сольный әндер бар деп мен ойламаймын, өйткені жыл енді басталды. Сольный ондай бір вокалға барып, кішкене сондай балалар болмаса, бірақ бұл жерде бір алма туралы, болмаса витамин туралы бір ән болса, айтуға болады. Дұрыс, ән кеткен дұрыс болады бұл жерде. Маған алып тастау керек. Және де бұл түсініксіз. Бір бала аспазшының басы киім. Түсініксіз, мен түсінбедім, мен бұны алып тастаймын өзім үшін. Содан кейін тұмау айтады, салаттарың пайдалы екен, витаминдері неткен көп. Мен осындай салатты жегім келмейді деп. Мына жақта тұмау кішкене күлкілі образда өзін бүйтіп көрсетсе, актерлық шеберлігін, сонда бір балаларға бір ертегі қойылым көріп жатқандай балаларға бір қызық болатын еді. Менің ойым. Қалай болса айта салмай, сөздерін бүйтіп кішкене ойнап, беттегі мимикаларыңызбен айтылып жатқан сөздеріңіз, интонацияларыңыз келіп, және де музыкалық сопровождение для персонажей өте көп. Соны музыка қатты емес, сәл ғана естіліп, соған бір әр беріп тұрса, әрлеп осының ойынын, актерлық ойынын, мысалы, тіптен бір қызық бір мультфильм қарап отқандай боласыз, сондай бір күйге ендіреді. Сондықтан музыка бұл жерде үндемей қалмай, сіздің музыкаларыңыз дайын болу керек. Жегім келмейді салатты дейді. Одан да достарымды микробтарды шақырайын, жыл бойы жинап жүріп, қабынан микробтарды алып шығады екен. Бұл жерде де музыканы міндетті түрде мен үшін это очень важно. Бұл жерде әр персонаждың, әр қимылдың өзінің бір музыкасы болса, Содан кейін микробтарды алып шығып, балаларды қуады екен, балалар қашып орындықтарына отырады, Ал біз микробтардан қорықпаймыз, құтқарады бізді пияз деген көкөніс. Мынау маған өте жақсы ұнады, тәрбиелік мәні бар. Пиязды көптеген балалар жақсы көрмейді, өкінішке орай. Бірақ осы жерде біз пиязға деген балалардың махаббатын ашу керекпіз, өйткені пияз өте пайдалы, денсаулыққа, балаларымызға да, өзімізге де. Шынымен де пияз антибактериалды көкөніс, Енді қараңыз, ортаға пияз шығады, ол бала тақпағын айтады, мен пияз, тұмаудан қорғаймын деген сияқты сөздерін айтады. Костюммен шықса тіпті жақсы болар еді. Тұмау қашады, көмектесіңдер, көзім ашып баратыр деп микробтарын қапқа салып, тығып, жаңағы енді не істеймін деп жаңағыдай сөйтіп жүргенде маған бір ой келді дейді, сендерді тұмаумен жұқтыру үшін жаңбырды шақыру керек дейді. Жақсы, үстерін су болып жөтеліп ауырасыңдар. Енді қараңыз, ал біз жаңбырдан қорықпаймыз, қолшатыр алып ойнауға барамыз дегенде, біз мына жақта ойынға бармай қояйық, қайта ойнап, бұл жерде жаңа мына жақта ән айтылса, мына жақта би биленсін. Мысалға, жаңа кап, дождик идет деген, ол ең оңай бимен айтып тұрған, жақта хореограф, сіз хореографқа алдын ала сценарий беріп қою керексіз, мысалға. Әлде бермесеңіз де айту керексіз. Маған жаңбыр туралы, тамшылар туралы бір би керек деген сияқты, сөйтіп жапырақтар туралы деп өзіңіз алдын ала айтып қоясыз. Сценарийға қарап, мысалға. Бұл жерде би кетті, кап би, мысалға. Қандай кап, оны сіздер өзіңіз келтіресіздер. Мынау ойында тастаймыз, керек емес. Би биленді, тамаша. Апчи маған не болды деп жүгіріп жүр. Содан кейін денсаулығы мықты болу үшін спортпен шұғылдану керек, бізбен бірге жаттығу жасашы дейді жүргізуші. Жақсы, өте жақсы келеді бұл жерде музыкалық ойын, яғни бұл жерде физминутка, сергіту сәті өте тамаша, 4 қадам алға дейді, бірақ сіздер 4 қадам алған алмай қойыңыздар, өте көне ойын,
қазір жаңадан ойындар өте көп. Мысалға, жаттығу дегенге байланысты менің ойыма түсіп тұр. Ай көкетай тұра ғой, беті қолын жуа ғой, жаттығуға кірісіп, та-та-та-та-та-та, 1, 2, 3, 4 деп жаттығу жасайды. Өте күшті, тамаша жаттығу. Оны міндетті түрде балалармен дайындау керек. Олар сөздерін білу керек. Сөздерін айтпаса да, әйтеуір қимылдарын жасау керек. Бұл жерде жаттығуды жасап жүрсе, соны мысалға сонда қызық болады. Мынау 4 қадам алғы өте сондай адам жалықтырып жіберетін, музыкасы да, аранжировкасы да тым көне. Ары қарай жүргізуші, міне көрдің бе, тұмау болса жаттығу жасап жүрсең, ешқашан ауырмайсың. Осындай пайдалы жемістер жесең, мүлде жазылып кетесің деп ортаға көкөністер мен жемістер шығарады. Керемет, мынау маған ұнап тұр. Бұл жерде бірнеше бала шығып, 6-7 бала шығып, өрік, алмұрт, жүзім, тұмау, пияз, картоп деген сияқты асқабақ киімдерін киіп алып, алдын ала емес, сол киіммен кіреді ертеңгі. Жоқ, костюм жоқ, ешқандай жағдай болмады костюм алуға десеңдер, ата-аналар ала алмады деген сияқты. Тым жоқ дегенде бастарына корона кигізіп қоясыздар, қағаздан шығарып, жаңағы картоп болса картоп, үйден жасап келсін балалар. Ол деген семьялармен, әке мамасымен, папасымен жаңағыдай осы соның бәрін жасап, жаңағыдай, ол өте жақсы нәрсе. Мысалға, есте қалатын нәрсе. Бір коронка жасау үшін, мысалға, семьяның бәрі деген қосылып, соның бәрін жасап, ол тамаша нәрсе негізінде. Өздері жасап келсін, әлде ол костюм кисе тіптен жақсы, суреттерінде, видеоларында әдемі болады. Ары қарай. Балалар, мені кешіріңдерші, тұмау бұл жерде қандай тәрбиелік мән? Бұл жерде жақсы, жаман, жақсылық, жамандықты әрдайымда жеңеді деген сияқты. Және жаман адам жексұрын, қай жерде жүрсе де, оны ешкім жақтырмайды, ешкім онымен дос болмайды. Ал сен жақсы болсаң, бәрімен дос болсаң, ешкімге жамандық жасамасаң, адал болсаң, сен кез келген ортада өзіне дос табасың, және сыйлы, қадірлі боласың дегенді балалар түсінеді. Тұмау, балалар, мені кешіріңдерші деп тұмауға қарап, сол ситуацияны түсінеді да, сендермен қалайыншы деп, дос болайыншы деп сұрайды. Сол кезде балалар иә деп, бұл жерде жүргізуші айтады, балалар, тұмауды кешіреміз бе, онымен бірге ойнаймыз ба деп сұрағанда, балалар иә дейді. Балаларда кешірімді болу деген ұғымды балаларға бұл жерде біз көрсетеміз. Балалар кешірімді болу керек өмірде деген сөз. Тұмауды біз қандай жаман болса да, ол бізге қанша жамандық істесе де, біз оны бұл жерде кешірдік. Біз кешірімді болуды бұл жерде үйрендік бала-шағамен. Содан кейін тұмауды кешірді балалар. Олай болса, тұмау айтады, жұбыңды тап деген ойынды ойнаймыз деп. Жарайды, бұл жерде мына ойын қала берсін. 2 ойын қалдырамыз деп шештік қой біз басында. Тұмау бала-шағамен ойнап, дос болып, күліп, мысалға, бұл жерде ойын ойнайды, апыр-топыр. Содан кейін алтын күз айтады, қуаныштымын, сендер жақсысыңдар, рахмет сендерге деген сөздер айтады. Және менің сіздерге деген арнауға келген сыйлықтарым бар деп айтады. Бұл жерде балаларға қызық. Назардың бәрі күзде, алтын күз апайға қарап тұр олар. Қызық, интрига, сюрпризный момент бұл жерде. Бұл жерде себет болады, толған жапырақтары бар, жаңа біз айттық. Соны бетін жауып қойып, көздерін жұмыңдар, тұмау айтады, көздерін жұмыңдар дейді. Бұл жерде көздерінді ашпаңдар дейді. Содан кейін көздерін жұмғанда себетті айырбастайды, және беті сол орамалмен жаңағы әдемі мата болсын, алманың беті жабық тұрады. Олар көздерін ашады. Сосын алтын күз айтады, сиқырлайды, жапырақтар, кәнекей, тәтті алмаға айналыңдар дейма, болыңдар дейма. Сиқырдың дыбысы міндетті түрде музыкант апай, ағайлар. Содан кейін жаңағы орамалды ашып қалғаннан кейін ішінен алма шыға келеді. Керемет, балалар қуанып, қолдарын шапалақтап, сөйтіп балаларға сыйлық, күзгі сый ретінде балаларға алма таратылады. Әлде болмаса
мінекей сіздерге алма алып келдім, мінекей апайларыңа бердім, топқа барғасын жейсіңдер деген сөз айтуға болады. Әлде сол жақта таратқанда қызығырақ болады. Ол жағы енді эпидемиялық ситуацияға біз сүйенеміз. Егерде қараймыз енді, егерде әдіскер жарайды болады таратуға десе, алдын ала соның бәрі ескерілу керек, сұралу керек. Әдіскерден сұрайсыздар. Болады десе таратасыздар, жоқ болмайды десе оны да талқылайсыздар. Сыйлық таратты, мысалы тұмау қоштасатын кез келді дейді, сосын екеуі балалармен қоштасып шығып кетеді. Жүргізуші айтады: соңғы міне сөйлем, балалар осымен бүгінгі алтын күз мерекесі аяқталды, сау болыңыздар. Бір түрлі бітті, енді шыны керек. Бұл жерде кішкене әрлеп өлең сөздерін қосасыздар ма, әлде кішкене балалармен сөйлесіп жіберу керек. Балаларды ұмытпаңыздар, міндетті түрде баламен диалог құрыңыздар, сөйлесіңіздер, пікірін біліңіздер. Мысалы балалар сіздерге бүгінгі мереке ұнады ма десе, иә дейді олар бәрі, өйткені оларға осының бәрін сіздер алдарына көрсетсеңіздер, біз жаңағы айтқандай, олар иә дейді балаларға. Балалар өтірік айтпайды ешқашан, иә деп қуанып, міне балалармен сондай кішігірім диалог құрып, жаңағыдай міне алтын күз мерекесі де аяқталды, сау болыңыздар. Ал біз болсақ, ары қарай болды, фото кетеді, видео. Сосын айта кететін нәрсе, алдын ала меңгеруші апайларыңнан, методист апайларынан, әдіскерлеріңізден сұрап қойыңыздар. Мына жақта құттықтау сөз айтасыз ба, сізді ортаға шақырайық па, әлде болмаса сондай алдын ала ақылдасу керексіздер. Иә, мен мына жақта балаларды құттықтағым келеді десе, меңгеруші, сіз қосасыз сценарийға қосасыз, оны бас жағында құттықтауға ма, әлде соңғы жағында ма, оны ситуация сценарийға қарап бір жерге, әдемі жерге жаңағыдай қосу керексіздер. Өйткені басшы сөйлеп, балаларды құттықтап деген сияқты, ол өте жақсы нәрсе. Сонымен мінекей біраз уақыт тыңдағандарыңыз үшін рахмет сіздерге. Сіздің пікіріңіз мен үшін өте керек. Сондықтан комментарияға жазып кетсеңіздер. Айта кетерім осы: егерде осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться сөзді басуға ұмытпаңыздар. Әрі қарай тағы сценарийларды жариялайтын боламын. Егерде осы сценарий сізге керек, мен осыны қойғым келеді, алтын күзге осыны алам десеңіздер, комментарийға жазып кетіңіздер. Мен сол сценарийді сіздерге ссылкасын жіберемін. Өзіңіз жүктеп, тегін жүктеп, өзіңіз жұмыс істей бересіз. Ал сіздермен бірге болған Гүлжанат Темірбай және Білім ТВ арнасы. Сау болыңыздар.